Қайырлы күн достар. Бүгін осы видеода өте өзекті бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол дене ісігі туралы. Маған ай сайын шамамен 100 адам дұрыс тамақтануды үйрену үшін, денсаулықтарын жақсарту үшін, артық салмақтан арылу үшін консультацияға келеді. Соның ішінде өте жиі байқайтын бір тенденция дене ісігі өте жиі кездеседі. Және де көбінде дене ісігі бар адамдар өздерінің дене ісігі бар екенін білмейді. Көбі ойлайды, менде артық салмақ, мен семізбін, мен толықпын, арықтауым керек деп ойлайды да. Қарапайым айтқан рекомендацияларын жасау арқылы шамамен бір 2-3 аптаның ішінде жақсы салмақ тастайды. Мұнда айтатын бір жақсы жаңалық, дене ісігі өте тез кетеді. Мысал үшін 2-3 аптада 17 килограммға дейін салмақ тастаған адамдар бар. Және де қарапайым рекомендацияларды орындау арқылы осындай көп салмақ тастауға болады. Дене ісігі өте жақсы кетеді. Мен шамамен 4000-ға жуық адамдармен жұмыс жасап, қалай дене ісігінен оңай арылуға болатынына көзім жетті. Осы видеода ең қарапайым, бірақ күшті көмектесетін 4 тәсілмен бөлісетін боламын. Тіпті жұмыс жасаған кезде байқайтыным, дене ісігі кеткен кезде, мысалы үшін клиентпен жұмысты бастаған кезде, басындағы фотосы және аяғындағы фотосы мүлдем екі түрлі болады. Яғни ісік кеткен кезде дене ғана жинақталмайды, сонымен қатар адамның беті де жинақталып, тартылып, жәнегі әдемілене түседі. Тіпті фотолар до и после жіберген кезде екі түрлі адам сияқты болады да, сіңілісі мен әпкесі сияқты көрінеді. Бір үлкен плюсы мына ісік кеткен кезде, мысалы үшін май ұзақ уақыт кетеді, қысқа мерзімде сондай көп тастау мүмкін емес. Таза май 3-5 килограмм шамасында болады бір айдың ішінде. Ал ісік кеткен кезде тіпті 21 күннің ішінде 17 килограммға дейін тастаған адамдар болды. Сондықтан осы видеоның аяғына дейін көріңіздер, өйткені осы видеоның аяғында сіздерге ісіктен кетуге түбегейлі құтылуға болатын 4 жолмен бөлісетін боламын. Және де егер де сіздің аяғыңыз қазір ісіп отырған болса, шұғыл түрде аяқтың ісігінен кетуге көмектесетін қарапайым 3 тәсілмен бөлісетін боламын. Сондықтан осы видеоның аяғына дейін көріңіздер. Сөзімді бастамас бұрын бірінші дене ісігінің пайда болу себебі туралы және де механизмі туралы қысқаша айта кетейін. Жалпы дене ісігі өзі бір жеке мәселе болуы мүмкін, не болмаса бір кейбір аурулардың салдары болуы мүмкін. Мысалы үшін ол гормоналды ауытқулардың, жүрек аурулары, бүйрек аурулары, әртүрлі бауыр ауруларының салдары болуы мүмкін. Не болмаса кейбір препараттардың, яғни дәрі-дәрмектердің побочный эффект дейді ғой, тоже салдары болуы мүмкін. Әрине бұндай күрделі мәселе болатын болса, онда ше дәрігерге қаралып, дәрігермен табанды түрде жұмыс жасап, жәнегі қолға алу керек болады. Егер дәрі-дәрмектің салдарынан болатын болса, мысалы үшін дәрі-дәрмекті қабылдап болғаннан кейін дене ісігі де әдетте кетіп қалады. Бірақ та бүгін мен бұл видеода жәнегі дене ісігінің лимфамен байланысы туралы көбірек айтқым келіп отыр. Өйткені көбінде бізде дене ісігінің пайда болу себебі осы лимфа жүйесімен байланысты болады. Біріншіден айтқым келіп отырған нәрсе, лимфа жүйесі деген нәрсені біз соңғы кездері өте көп естиміз, бірақ көбіміз біле бермейміз, не екені. Жалпы ғалымдар осы уақытқа дейін көбінде адам денесінде болатын қан айналым жүйесін барлығымыз білеміз. Осы қан айналым жүйесін көбірек зерттеп, фокусты соған көбірек қойып, лимфа айналымы туралы, лимфа жүйесі туралы соңғы кездер ғана зерттеулер табанды түрде болып жатыр. Енді сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін. Мысалы үшін лимфа айналымы деген, лимфа жүйесі деген не? Қан айналымы бар денемізде, тура сол сияқты біздің денемізде лимфа айналымы бар екен. Қан айналымы мысалы үшін қан, оны біздің денемізде қозғалып отыру үшін оны жүрек соғу арқылы айдап отырады. Лимфа айналымы тура сол сияқты сұйықтық, бірақ денемізде қаннан қарағанда қоюрақ болады. Оны жүру үшін, қозғалу үшін ол өте баяу қозғалады, және ол қозғалу үшін біздің бұлшықеттеріміз жұмыс жасап отыру керек екен. Лимфа айналымы біздің денеміздің, ағзамыздың бір фильтр сияқты екен. Ағзамызды тазалап отырады, әртүрлі патогенді жәнегі микроорганизмдерден, токсиндерден, шлактардан тазалап отырады. Және де лимфа жүйесі біздің иммунитетімізбен тығыз байланысты. Егер лимфа жүйеміз жақсы жұмыс жасайтын болса, біздің иммунитетіміз де мықты болады. Сондықтан қазір соңғы кездері лимфа мен иммунитеттің байланысы өте тығыз екенін ғалымдар мойындап отыр. Сондықтан қазір лимфа жүйесіне зерттеулер әртүрлі, яғни фокус дүние жүзінде осы лимфа жүйесіне қатты қойылып жатыр деп айтсам болады. Және айтып өткендей, біздің лимфамыз қозғалу үшін, толыққанды жұмыс жасау үшін біздің ағзамызда қозғалыс жеткілікті мөлшерде болу керек. Яғни біздің бұлшықетіміз жұмыс жасап тұру керек, әсіресе аяқтарымызда. Көбінде байқайтыным, кімде дене ісігі болады,
кәсібіне байланысты отыратын, көбінде не болмаса тұрып жұмыс жасайтын адамдар да болады. Яғни бір позада көп уақыт қозғалыссыз жұмыс жасайтын адамдар да. Ол кімдер? Көбінде компьютерда кімдер отырады? Әртүрлі қазір интернетпен жұмыс жасайтын, компьютермен жұмыс жасайтын кәсібилері, мұғалімдер, соңғы кезде мысалы интернетпен жұмыс жасайтын, одан кейін дүкенде отыратын адамдар, яғни көбінде отырып жұмыс жасайтын адамдарда ісік жиі кездеседі, өйткені аяқтармен, бұлшықеттермен жұмыс жасамайды. Одан кейін кондитерлерде, поварларда, кассирлерде, яғни көбінде қозғалмай тұрып тұратын, екі аяқпен не болмаса отыратын адамдарда жәнегі аяқтарында ісік өте жиі байқалады. Оның шешу жолы оңай, хотя бы 1 сағат сайын, жарты сағат сайын болса, одан да жақсы. Прям будильникті қойып тұрып, қозғалып, отырып тұрып, приседание жасап, жәнегі жоқ дегенде жаттығу жасап, қысқа бір жеңіл, яғни бұлшықеттердің жұмысын жақсартып, сөйтіп тұрсаңыздар, аяқтың ісігі уже кете бастағанын байқайсыздар. Ал жалпы өмірде қозғалыстың жетіспейтінін білетін болсаңыз, онда күнні кем дегенде 1 сағат жүруді әдетке айландырыңыздар. Яғни бұлшықет жұмыс жасаған кезде, ағзамыз қозғалыста болған кезде, біздің лимфа айналымызда, яғни біздің фильтрімізде толыққанды жұмыс жасайды. Ал лимфа айналымы ісікпен тығыз байланысты. Одан кейін тағы бір себебі, жәнегі дене ісігіне әкелетін, ол судың жетіспеуі. Негізі бізде көбінде былай, адамда жәнегі дене ісігі бар болатын болса, мен суды көп ішемін, содан кейін менің денем ісіп кетті деп ойлайды. Ал шын мәнінде көбінде керісінше болады. Ағзаға сұйықтық жетіспеген кезде, толыққанды сұйықтық жетіспеген кезде, өздеріңіз білесіздер, сұйықтық азғантай болған кезде, кез келген жәнегі сұйықтық нете бастайды, қоюлана бастайды. Яғни оның қозғалысы, жүруі баяулайды, ақырындайды. Сөйтеді, біздің ағзамызға толыққанды сұйықтық жетіспегенде, лимфа болсын, ол қан болсын, қоюланып, оның жүруі баяулап, және де екінші жағынан ағза сұйықтық жетіспегенде бар сұйықтықты барынша ұстап қалуға тырысады. Сөйтіп, жәнегі көбінде отек пайда болады, яғни дене ісігі пайда болады. Сондықтан, егер денеңіз ісінетін болса, мүмкін сізге су көптен емес, керісінше су жетіспегеннен денеңіз ісуі мүмкін. Айтпақшы, мен осы жұмыс жасайтын және клиенттерімнің көбінде суды қалыпқа келтірген кезде, қозғалысты қалыпқа келтірген кезде дене ісігі кете бастайды. Және де дене ісігіне әкелетін тағы бір себеп, ол дұрыс емес тамақтанбау. Енді дұрыс тамақтану дегеніміз енді үлкен тақырып әрине, бірақ қысқаша айтатын болсам, дәлелденген нәрсе, кім тәттіні, аштыны көп жейді. Ашты деген кезде әртүрлі тұздар, дәмдегіштер, тәттінің де әртүрлі түрлері бар, подсластительдер, соны көп қолданатын адамдар дене ісігіне өте жиі шалдығады екен. Енді бұндай тәттілер, аштылар өте жиі кездеседі. Қазір шұжық өнімдер болсын, жарты фабрикат өнімдер, яғни полуфабрикаттар, пельмен, дайын манталар, котлеттер деген сияқты, кириешки, чипсы, майонез, кетчуп, бәр жерге осындай тәтті және бір ашты дәм беретін әртүрлі қоспалар қосылады. Бұны жиі жейтін адамдарда дене ісігі өте жиі байқалады. Сондықтан дұрыс тамақтануды қолға алғандарыңыз дұрыс. Дұрыс тамақтануды қысқаша айтатын болсам, ол уақытымен тамақтану және де барынша үйдің тамағын, яғни қолдан жасалған тамақты қолдану. Полуфабрикаттарды, дайын өнімдерді барынша жемеу. Одан кейін тағы да бір дене ісігіне қатты әсер ететін нәрсе, бірақ көбі айтыла бермейтін, көп байқалмайтын нәрсе, ол жәнегі тар киім. Көбінде байқасаңыздар, адамдар өздері байқамайды, тіпті қазір өздеріңіз тыңдап отырған кезде, киімдеріңізді алып, ішкі жағын қарап көріңіздер, денелеріңізді қызарып, және тігісі қалып қалған жоқ па, қызару қалған жоқ па. Өйткені көп адамдар дене ісігі бар болған кезде байқамайды. Тарлау, не болмаса тура по размеру киім алады, ал шын мәнінде адам қозғалған кезде, жүрген кезде дененің чуть-чуть аздап қана ісінуі, это нормально. Бірақ та егер де сіз тар киетін болсаңыз, мысалы үшін әйел адамдарға әсіресе қатысты, өйткені әйел адамдар ішті тартып тұратын әртүрлі іш киімдер, кеудені қысып тұратын киімдер өте жиі киеді, ол лимфаның жұмысын толыққанды жұмыс жасауына кедергі жасайды, яғни өз лимфаның жолын бөгейді деп айтсам болады. Өйткені және лимфа жолы бар деп айттық қой, лимфаның айналымы бар дедік, өздеріңіз елестетіңіздер, қан айналымы сияқты. Соның шоғырланған жерлер бездеріміз, әсіресе біздің шабымызда, кеуде тұсымызда, қолтығымыздың тұсында орналасқанда, біз әйел адамдар әсіресе көбінде жәнегі іш киімді киген кезде тартып тұратын, не по размеру алуымыз мүмкін, ұнағаннан кейін қысып тұратын кию мүмкін, тіпті мына қарынды жинақтап тұруға арналған іш киімдерді кейбір адамдар таңнан кешке дейін киеді. Ол жәнегі лимфа айналымының жолын бөгейді, толыққанды жүруіне кедергі жасайды. Одан кейін қазір сәнге айналған әртүрлі жабыстыратын джинсылар, әртүрлі киімдер, аяқ киімдер қысып тұратын, әртүрлі лосиндар, яғни денені қысу арқылы денеде болатын табиғи айналым, лимфа айналымның жолын бөгейді. Яғни лимфа, және айтып өттім, біздің фильтріміз сияқты ағзамыз тазалап отырады деп. Оның жолын бөгесеңіз, әрине бір лестен, екі лестен, үш лестен ештеңе болмауы мүмкін, бірақ ол
табанды түрде жиі қайталанатын болса, ол міндетті түрде жәнегі лимфаның жұмысын бұзылуына әкеледі. Міндетті түрде денсаулыққа әсер етеді. Соның ішінде ісікке жиі әкелетін осы себеп болуы мүмкін. Сондықтан барынша киімдеріңіздің қыспайтын болған қадағалаңыздар. Дәл қазір киімдеріңізді прям ашып қарасаңыздар болады. Мысалы үшін іш жағын қараңыздар, денелеріңізде қызарған із қалып қалған болса, қызарып тұрса, тігістің ізі қалып қалған болса, қышып тұрса, яғни сіз уже киім арқылы жәнегі толыққанды ағзаңыздың жұмыс жасауына кедергі жасап жатырсыз деген сөз. Нәскилеріңіздің резинкасын, шықырларыңызды барлығын қарап шығыңыздар. Содан кейін бұның барлығы негізі лимфаның жүруіне кедергі жасайды, толыққанды ағзаның жұмыс жасауына кедергі жасайды. Бұның барлығы денсаулыққа әсер етеді. Сөзімді қорытындылай келе айтатыным, осы 4 қарапайым кеңесті жасасаңыздар, иншалла 2-3 аптада өзгерісті байқайсыздар. Оған өзім көзім жетіп айтып отырмын, қанша адамның жәнегі тәжірибесінде байқап отырмын, көріп отырмын, көзім жетіп отыр. Сондықтан осыны жасап көріңіздерші, өзгерісті иншалла байқайсыздар. Қарапайым, біріншіден ол және айтып өткендей дұрыс тамақтану, яғни барынша қолдың тамағын жеу, уақытпен ішу. Екіншіден зиянды тамақтар жемеу. Екіншіден толыққанды су ішу. Жаз кез болса, көп қозғалатын болсаңыз, суды көбірек ішу, қыс кезінде азырақ ішу деген сияқты. Чай, кофе деген сусындарды барынша азайту, өйткені олар денедегі бар сұйықтықтың денеден шығуына себепкер болады. Итакты жетіспей тұрған суды одан ары азайтады. Сондықтан барынша таза су ішуге тырысыңыздар. Үшіншіден, қозғалыс жетіспейтін білсеңіздер, саналы түрде қозғалысты өмірлеріңізге енгізіңіздер. Әсіресе бұнда жақсы көмектеседі тарақан деген жаттығу. Жатып алып арқаға қолдарыңызды, аяқтарыңызды көтеріп осылай дірілдетсеңіздер, өте жақсы көмектеседі. Лимфаның жұмысына, жалпы бұлшықеттердің жұмысына, лимфаны қозғалтуға жақсы әсер ететін ең қарапайым жаттығулардың бірі. Одан кейін жұмыс жасайтын болсаңыз, арнайы будильникті қойып, жарты сағат, 1 сағат сайын тұрып, приседание жасап, кіте қозғалып, бұлшықеттеріңізге нагрузка беруге тырысыңыздар. Төртінші, ол жәнегі тар киім кимеуге тырысыңыздар, барынша кең, денеңізді қызартпайтын, лимфаның жәнегі жолын бөгемейтін кеңдеу киім киюге тырысыңыздар. Бұл кеңестер өте қарапайым, бірақ та қанша адамға көмектескен, жақсы жұмыс жасайтын дәлелдеген кеңестер. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесін иншалла көресіздер. Ал егерде сізде дәл қазір аяғыңыз сып отырған болса, сізге шұғыл түрде көмектесетін 3 кеңеспен бөліскім келіп отыр. Егер аяғыңыз сып отырса, аяғыңыз жатып, не болмаса отырып, аяғыңызды жоғары көтеріп отырыңыз. Мысалы үшін төсекке жатып, жастыққа аяғыңызды қойып, біраз 20-30 минут тынып алсаңыз, аяғыңыздың ісігінің кете бастағанын байқайсыз. Не болмаса контрастный душ, ыстықтау және салқын суға аяғыңызды кезек-кезек малып, не болмаса душпен ыстықтау сумен, салқын сумен кезек-кезек аяғыңызды жусаңыз, аяғыңыздың ісігінің кете бастағанын байқайсыз. Және де тағы бір үшінші әдіс, жәнегі аяқтың ісігіне жақсы көмектесетін, ол теңіз тұзын, яғни морская соль дейді ғой, соны алып, тазикке суға салып, аяғыңызды батырып отырсаңыз, аяқтың ісігін жақсы кетіреді. Беттің әжімденіп, ерте қартаюына әкелетін бет ісігі туралы осы тақырып сізге қызық болатын болса, бет ісігінен арылуға көмектесетін арнайы массаж туралы білгіңіз келсе, жалпы бұл тақырып сізге қызық болатын болса, астына жаза кетіңіздер. Егер көп адамға қызық болатын болса, бұл тақырыпқа арнайы видео түсіретін боламын. Жалпы осы тақырыпқа қатысты дене ісігінен арылуға көмектескен сіздің өзіңіздің әдісіңіз болса, тоже астына жаза кетіңіздер, бір-бірімізге пайдалы болып отырайық. Осы видео сізге ұнаған болса, пайдалы болған болса, қызық болған болса, лайк басып қолдап отырыңыздар. Әрбірлеріңізге мықты денсаулық тілеймін, аман сау болыңыздар.